Өйткені тек қана ірі банктердің ғана мемлекеттен көмек алатын мүмкіндігі болады, басқа банктер бұдан құрдым қалады. Жалпы мемлекеттің есебінен банктерді аман сақтап қалу деген жүйенің өзін тоқтату керек еді. Бұл менің ұсынысым. Және қолда бар мәліметке сүйенсек 2009-2020 жылдардың арасында мемлекеттің есебінен банктерді құтқарып қалуға 8,2 триллион теңге жұмсалды дейді. Соның тек қана 1,9 триллион теңгесі қайтарылған, қалған жоқ. Соны қайтарудың жүйесі қалай жүзеге асады, және осы жаңа заң жобасында соның тетіктері бар ма, жоқ па? Қазіргі уақытта 4 банкте 1,3 триллион теңге мөлшерінде мемлекеттік қаражаты бар. Атап айтқанда Еуразиялық банкте 150 миллиард теңге, РБК банкте 176,8 миллиард теңге, Алатау Сити банкта 950,2 миллиард теңге, және Нұрбанкта 46,8 миллиард теңге бар. 2022 жылдан бастап біз заңға өзгерістер жасадық. Банктерді тезірек осы мемлекеттік көмекті қайтару бойынша жаңа талаптар қойдық. Мемлекет тарапынан алған көмек алған банктер дивидендтерге төлеуге біз осында тиым салдық. Ол тиым салғаннан кейін банктер осы мемлекеттік көмекті тезірек қайтара бастады. Қазіргі уақытта осы 2023-2025 жылдың ішінде 526,9 миллиард теңгеге мемлекеттік қолдау қаражатының мерзімнен бұрын қайтарды.